Сәлем достар, hello friends. Бүгін біз сіздермен сын есім тақырыбын өтеміз. Сын есім заттың сынын білдіретін сөз табы. Имя прилагательное деп аталады орыс тілінде, adjective ағылшын тілінде. Мысалы, әдемі деген сөзді алатын болсақ, әдемі, көркем, сұлу, келбетті деп айтуға болады. Сын есімнің екі түрі бар: сапалық және қатыстық сын есім. Сапалық сын есім бұл негізгі сын есім, яғни сын есімнің өзінен болған түрі. Ал қатыстық сын есім бұл басқа сөз таптарынан болған сын есім. Мысалы, келбетті деген сөзде, сымбатты деген сөзде зат есімнен болған сын есімдер. Келбет зат есім, ал келбетті деген сын есім болады. Мысалы, мен кеше әдемі көйлек сатып алдым. Я вчера купила красивое платье. I bought beautiful dress yesterday. Осы сөйлемде сын есім қолданылған. Өздеріңізде, күнделікті өміріңізде сын есімді қолданыңыз. Бұл сөз топтарының ішіндегі маңызды сөз табы. Есімді сөз табына жатады.